Емжан. Немене сен маған кешегі үшін ренжіп тұрсың ба? Аслан, мен саған сөйлеп тұрмын ғой. Ана әріптесің айт. Енді үйге келетін болса аяғын сындырам. Балам, ол менің бар болған әріптесім. Папаң айтқан кеше ғана ғой, кішкене шыдамадың ба? Шүго. Саламалейкум. Уағалейкум. Қай класс? 8-ші Б. Мені танисың ба? Танимын ғой, братым. Ақша бар ма? Бар осы. Бар жүгір темекі алып шаш. Маған бермейді ғой, братым. Әкеш жарайды. Бар жүгір сабақтамасын. Сәлеметсіз. Сәлеметсің бе? Ей, сен массың ба? Масадан ұқсап тұрмын. Темекі берсіңші. Шық бар, сатпаймын саған. Нормально сөйлеңіз, тәте, не болды сонша? Шық дедім ғой мен саған. Бір темекі ғой, тәте, не болды жылап? Кет бар, шық. Әйтпесе мұғалімдерін шақырам. Шық дедім ғой, шық. Жоқ болса, жоқ деп айтпайсыз ба? Қазір полиция шақырам. Өз шақыра берші. Өй, жібермек. Сәлем. Тезірек шықпайсың ба? Ой, асықпашы, үлгереміз. Неге қыздардың шығуы қиын? Қыздар дегеніне қарағанда көп қыздарды күткен сияқтысың ғой. Жоқ, просто мамам сондай. Мамам деп құтылып кете салдың, е? Дайынсың ба? Я, 100%-ға. Сен ше? Сәл қобалжуым бар. Неге? Кезінде олимпиадан жеңем деп уәде берген әкеме. Мүмкін содан. Онда сен 200%-ға дайынсың. Мен саған сенем. Сұрақтарды қайталап барайық. Я. Не oldu? Көзіңді жұмшы. Не үшін? Жұмш енді. Ал. Мә, мам. Тән қайдан алдыңыз? Бүгін туған күн емес еді ғой. Саған біраздан бері ештеңе алмаппын. Галстугың де ескіріп кетіпті. Сосын сатып алдым. Рахмет, мам. Қане, табыңызшы. Керемет. Керемет жарасып кетті.